жұмбақ адаммын оны дойла. Соқтық бала, соқпақсыз жерде өстім, маңмен жалғыз алыстым кінә қойма деген Хакім Абайдың ауылынан келген ақын бауырымыз, алтын домбыра иегері Рүстем Қайыртайды қарсы Ағайын, Алтай аяса өзінің қазба байлықтары мен өндірісімен ғана бай емес. Алтайдың аясы әдебиеттегі, мәдениеттегі, руханияттағы алымдарымен бай. Сонау сан ғасырдың өрнектеген біздің тау тұлғалы тарихи тұлғаларымыз осы Алтайдың төрінен шыққан. Солардың ішінде осы кешегі Оралхан Бөкей ағамыз секілді, Қалихан Ысқақ ағамыз секілді, Дидахмет Әшімхан ағамыз секілді Алтайды көркем әдебиетте көркем тілмен жырлаған қаламгер жоқ шығар. Осынау алыптардың есімі бүгін ұлықталу керек, ақындардың дуалы сөзіменен құрметтелу керек деп ойлаймын. Сондықтан екі ақынға айдарлап бекіткен тақырыбымыз қазақтың классик жазушысы, ұлттық әдебиетімізді әлемдік деңгейге көтерген қаламгерлеріміздің бірі Оралхан Бөкеев және биыл 75 жасқа толып отырған қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, қарымды қаламгер Дидахмет Әшімханұлы. Сағат 40 минут болады екен. Біреу 40 минут айналысып отыр. 6 жыл. Бір Алтай құт мекенсің айқаяға. Сендір құба. Төсіңмен бастап алған алтын күміс хан емес, Алтай менің алпауыт тұлғаларды берді ұлтыма. Семейдің сыңарында елсің десем, жасағандай болмаспын мен бір күнә. Ерекшелеп келіп тұр есендестім, ертісті егіземген ел жұртыма. Кешегі бабалардың кең бесігі, ассалаумағалейкум, кеңдер тұра айқаяға. Дейтіндей көрермені керемет, ақынға көп іздену керек екен. Қай кітаптың бетінен оқысам да ерекше тұлғаларға елең етем. Немісте Гете дейтін ақын өткен, қарабасы ханменен төре кетем. Даңқты ақындардың бәрін емес, мың адамның біріне береді екен. Гетенің өзге ақыннан артық жері Алла берген абырой бедел екен. Ол кісі театрға келген күні көрермен сыймай салды керек екен. Халықтың тең жартысы пьеса емес, Гетені көреміз деп келеді екен. Біз ондай кем емеспіз ерлерден де, сыймайтын сызықтар мен шеңберлерге. Осы оқиға ойыма оралып тұр, сіздерді ентелеген ел көргенде. Бір сәлем айтыс көріп қайтайық деп, Ақсарайдың ішіне енгендерге бөлек сәлем берейін, шындық сол, жүрсінді көреміз деп келгендерге. Алтайға ұшып жеттім ағылардай, ақ түйенің қарыны жарлардай. Бұрынғаннен өзгеріп бүгінгі айтыс, Қалихан терең тақырып пәлі қандай. Теңіздей жазушының тым құрыса, тамшысын болайықта танығандай. Әдебиеттегі әйгілі бес тапалдың, сөздің жүгін көтерді бәрі бардай. Миллионның бірі қып жаратады, достыққа адал жанды тәңір ондай. Бітпей қалған романның жан досының, жазып шыққан жан бар ма жаны қалмай. Сөздің майын тамызып жазу үшін, көздің майын тауысты дамыл алмай. Қалихан ол қазақтың Хемингуейі, Сейдахметтің сөзінің мәні қандай. Сырты
қоңыр болғанмен бағыландай, ішінде қуаты бар қабыландай. Қалағаға теңгелер тіркесіз деп, әлем таптым қалайық қабыл алғай. Әдебиеттегі орыны Қалиханның, әндердің ішіндегі әнұрандай Азамат көпірі ой елмен елдің, ошақ сөзін айтпайын жеңгелердің. Ассалаумағалейкум, Иранға өстіңімді дәм тартып сен де келдің. Алтын дәм күріш толы шиеліден, алтын мен мұрыш толы кемге келдің. Арқай менен Мұстафа туған жерден, Алқай менен Мұздаубай төрге келдің. Ақ күріштен тау тұрғызған Ақмешіттен, таулары көктіреген жерге келдің. Шақайып терін төккен дәнді өлкеден, барақтар қанын төккен белге келдің. Кетпенмен тұсау кескен сыр елінен, қылышпен кендік кескен елге келдің. Жекен арашалам деп жеміс бермей, жарамас күйге түссе керіскендей. Әдептәзін қазақ қалжың менен болай, таймен мұнан теміскендей. Күз секілді сарғайған Иранға келмедің кең алдаймен келіскенде. Бір қоңыр бір сары боп шыға келдік, бағалажан балан дейтін жеміскенде. Сөзімді мұғабердің шөлін андыр, апельсиннен жасалған соғыш келді. Сахнада кездеспедік талай болды, бір жоғалып табылдың борышкердей. Көзіме оттай болып басылдың ау, сағынған адаммен көріскендей. Сәлем жолдап тұратын Германиядан, Ақсуаттан көшіп кеткен немістерге. Сен де бүгін айналдың бір ағайға, бір ағай қалжың айтсам кінә қойма. Жасың болса 40-қа кеп қартайдың демеп еді ұлабайда. Құлалықта қашанғы жүрмекшісін қош келдің деп құламен құлағайға. Айқай салып ат жарышы күзесің, жігіт үшін жұмыс қой бұламайда. Алтындай келбетіңді кейін құрмап, қайда пайдаландың деп сұрамайма. Саған қатып кететін бір жұмыс бар, өскеменді халыққа ұнамайма. Таңғы мен кешкі бестің арасында қақшиып тұрсаң қолды құламайда. Ол орын анауына орын емес, одан қымбат нәрсе жоқ бұл маңайда. Тірі алтын адам болып тұрсаң қайтер, осындағы облыстық мұражайда. Қарағай сары. Ойымның қаймағын айт таспақты ғой, бұл бала ақылынан ақсапты ғой. Шығасап бақылажан мен банамыз деп, теңеуі тек солардан аспапты ғой. Екеуі де жетіскен жеміс емес, бұндай әзілдеріңе мақсатты ғой. Маймылға байланысы бар демесең, банан байғыз бұлайынша жақсатты ғой. Ақлажанның білсе де қазақшасын, өзіне ұқсатудан саспапты ғой. Үйіңе бармағалы көп болғаны, теңеулерің шошая бастапты ғой. Осы сөзбенен қайнатып бескін ботқа, ерсізін айта көрме ерсі құлаққа. Ақсуаттан көшіп кеткен неміс сейсің, одан басқа ұқсатар естің жоқ па. Жүкеңді кеудеменен салыстырып, ұлылықтың басынан шештің ноқта. Қос қыпшақты ұқсатып қос неміске қазақтар бізге ұқсайтын кескін жоқ па. Ақыры жанарыңды алыс тасап, теңеуіздеп тентіреп көштің жатқа.
әлде де айналаңа қарап қойсай, итілерге ұқсайтын ешкім жоқ бар. Менде сәлем дұрыстен бұрып берем, елдесе жүрегімді жұлып берем. Екіге бөліп елменен амандастым, мен де сондай сәлемді қылып көрем. Отырған ағайынға отырып бердім, тұрып тұрған жандарға тұрып берем. Мықтылар мен иығымды, бағындырсам арман не биігімді. Нұрға бөлеп ағайын жиналғанда, шырға бөлеп кетейін жиынымды. Қонағын қандай қылып күтіп отқан, патша көңіл байқадып пейіліңді. Алқал елмен алдымен амандастым, зиялы жұрт тұрсаң зейініңді. Аллатымен бәріңе сәлем бердім, аса қамқор ерекше мейірімді. Еркексеңдер айтысқа демалайын, бісміллә деп тізгінді мен алайын. Сәлемді беру сүннет, алу міндет, ассалаумағалейкум деп алайын. Алейкум әссәләм дейін берсе, жауабын шапалақ бердер ағайын. Шаруаң бар мұражай мұрасында, Қайыртайдың баласы қырасың ба? Мен сенен жұмыс сұрап отырғам, жоқ не айтып отқаныңды ұғасың ба? Елімнің қажетіне жарайын деп, көп іс шара өткізген мұрасында. Ат жарысын жүргізіп той басқарып, етін ашып күтердің құдасында. Қой басқару дегенің ел басқару, майда жұмыс емес ол қуасында. Әйтпесе шаумен деген қаптап кетті, ақшасымен ап жүрген күнәсында. Шауменнің деп шайтанның ісін қылған, сынаса Рүстем соны сынасында. Айтпақшы сен де асаба емес педің, ет той басқаратын жұмасында. Той келсе айтыстан соң таясың ғой, аузыңды ашып көзіңді жұмасында. Ақсуаттың немісі дейсің мені, теңедің аласында құласында. Сонан соң алтын адам деп отырсың, шынымен ұқсаймын ба шынасында. Ұсынған қызым едің ұнап отыр, шынымен мұражайға тығасың ба? Сағанда тапсыратын қызмет бар, назарыңды мен жаққа бұрасың ба? Ақыры ораза бой тұрсам тұрам, сен солай назарыңды бұрасың ба? Сәресіні үй жақтан ішіп келіп, кешкісін ауыз ашар қыласың ба? Шам басқан жерлерімді сүртесің бе, кірлеген жерлерімді жуасың ба? Жемқорларың жүрмесін ұрлап кетіп, қасында қарауыл боп тұрасың ба? Сағат барам деп ерегеске, аяғы баспасын төбелеске. Өскеменді өлгенше мақтадым ғой, ақылың кіріп отыр неге кешке. 10 күн бұрын Таразда айтысқанда, серікті табалаған сен емес пе? Өскеменнің түтінін күлкі қылып, өкпесі өшкен ақын деді емес пе? Түтін басып тұрған мен Өскеменді, түтіні түзу шыққан ел емес пе? Содан кейін тағы да қателесті, болмайды ол сөзінде ел емеске. Қазақша білмейтұғын Өскемен деп, жарты сағат миында жет емес пе?
емес пе? Қайда сен өскенменде рахмет айт. Айтқан пікірлеріңіз керемес пе? Кеше ғана еншіңді бөліп беріп, жортқанда жолың болсын деді емес пе? Семей қылып ауылына басып алып, абай қылып жіберген жер емес пе? Айтып ем жақсы сұлыс айқаяқау өтімді қып, өзімді жібердің ғой өкіндіріп. Музейдің төрінде тұр деп отырсам, шарттарын қоятын мынау не түрлі қып. Ауызашар мен тамақты ойлап отырсын, осы сен жүрген жасым не тындырып. Капризный алтын адам екенсің бір ломбардқа өткізердей кепе қылып. Музей деген мавзолей емес саған, кір жерлермен тұратын бетін жуып. Ертістің сол жағында Алия бар, салдоны өткен шаққа көпір қылып. Ескі құсты маңызды ескерткішті сонда көшіп тастадым өпір қылып. Алтын адам дегенде асқақтамай, сары досым орнымды отыр біліп, сонда барып тастаймыз әйтпесе, Лениннің ескерткіші секілді қылып. Әр сөзден астар іздер мамандайсың, әйтеуір мұқатсам деп амалдайсың. Ол адам, ол ақылға ұқсатты Ермановты гөбең неменеге жамандайсың. Құлсың әретін тауып, төрағамен екеуміз құшақпыз деп хабарлайсың. Гитлерге ұқсайтын жан бар ма деп соғыстарда кезінде алаңдайсың. Фашизмнің тұқымын тұздай құртқан батырларды есіне неге алмайсың. Партизан Қайсеновтің ауылынан басқа Гитлерді таба алмайсың. Тараздағы аламан сойқан еді, оны барып көргендер байқар еді. Серікке үйдедім деп, бүйдедім деп, сен өз бастап olsun қайт бәлені. Түтімменен тіл айтсам не болыпты, мәселе көтерілді қайта демі. Серікті мақтай берсем жерлестім деп, жеңілдім жол бердім деп айтар еді. Қатағанат деген соң менің сөзім, келбі құдайым үйдің шайқап еді. Балымыз бір болса да бауырыма бас жүлде берді тараз байтар еді. Арын ашқан үстімде серігіңді көтеріп тастасаңшы қайтам еді. Арнайы түтініне тиіспесем, арнайы жүлдеменен қайтар еді айқая. Құрдасың сенер ме еді, сенбес пе еді? Шынағын шындықты айтып өлмес пе еді? Сырт демес осында да сын айта алам, астарлы сөзімменен мен де істелі. Самсаған санаулының түтіні өшіп, қалаға құпи емес ел көшкені. Жасап берсе кішкене комфорт барын, жас мамандар ауылға келмес пе еді? Сулардан деген суайт компаниялар баладан ұстатпай жүр 15 деді. Топырағында азырса Қалиханның Топқайын деген арас жерді өскені. Құбыры бар суы жоқ сол Топқайын 5 жыл болды соттасып белдескені. Уәдесін орындамай мердігерлер тендерді тұп алып теңдес деді. Төрт түлікпен таласып су ішіп жүр, соншама сормайтында елмес деді. Жазға дейін шешеміз деген екен, ау болып кетпесін ол өлмес деді. Ал талаштың рухани шөлін басқан Қалихан кесте сөзде кербес деді. Аузы құрғап жүрген ыңғайсыз ғой, азғантай 70 үйлі жерлестер айқая. Қолда барда алтынды бағалаңдар, деген сөз қалтырса да бабалар бар. Қаймағы бұзылмаған қайран Алтай, басынан өтті қалай зобалаңдар.
қаңғыған иттеріне қорған болар шетелде шаралар бар. Туристердің үйінде тулақ болды біздегі боғып болан марал аңдар. Қарағай отады отпеннің үйізі қарағайдай нән адамдар. Үлкен кісі шақырса өздеріне үй сұрайтын қаламгер ағалар бар. Баласына қайырмай баласына қызмет сұрап кіретін бар адамдар. Үйін емес туған жердің күйін ойлап үкіметке үн қатқан нар адам бар. Ұлттық барып ашуға ұйытқы боп орманнан қашты деп даладан нәр. Тек қана табиғатын суреттемей татулды қорғап қалған нар адам бар. Түн басса жаны нәзік жазушы боп романын ару қылған қалағандар. Күн шыққанда күрескер жауынгер боп қаламын қару қылған қалағандар. Жоғалмай жосығымда жоралғымда, досыма қалдыңдай ел алдында. Сары досым ұқсайды саған тіпті президент Трамп Дональдымда. Сол кәсіби бизнесмен кішігірім тиісіп кейін көрген адам бұлда. Біз болсақ күні түні кітап оқып айтысып жүрміз жиі топ алдыңда. Sen болсаң бизнес істеп шетел астың, айтыстан үшті күйлі жоғалдың да. Грузиядан көлік тасып жүреді ғой, нормальный коммерсант болалдың ба. Екі көзің етті шүңірейін, Кавказды бандиттерге тоналдың ба. Көлікті растан жасай алмай, 4-5 күн түнедің бет соң алдың да. Сап етіп өскенде пайда болсын, емене бизнесіңді доғардың ба. Салықтың проценті өсіпті деп шу болып жатыр еді көп алдың да. Енді ес өсіп кетті, енді не істейін деп амал жоқ айтысыңа оралдың ба. Дұрысау доғарғаны, айтыста жүргенімде көре алмады, кеткенімде жанашыр бола алмады. 4 жылдан соң айтысқа қайтып келген ақынның мен отырмын оралманы. Мен кеткен соң жүрсіндей әкем кетті, ертеңнен оңайлықпен оңалмады. Аллаға шүкір келіп тұр шығысыма, орнына жақсы ғой қоналғаны. Айтысқа менің оралғаным емес, жүкеңнің олжа болды оралғаны. Жүрсін әкем күнің үші жүргеді, Иранның да ердің де соларғаны. Үркіт құсап келене бүріп алғым, ендеше сөзге құлақ түріп алғым. Ленин тұрған құртам деп Алияға қонағымды қолбала қылып алдым. Апаратын жерлерді мен айтайын, осы жолы ағаңның тілін алғын. Қалиқаның апарсай ауылына, туған жерін көргенде жылынармын. Қайталанбас қазақтың қас тұлғасын қайталап оқып тағы ұғынармын. Тоқтайынға тоқтайын қонақ болып, білмесімді келеді білім алғым. Сонан соң Оралханның ауылына бар, бұл жерде де көп жерге бұрылармын. Оралхан атамыздың тарам-тарам тағдырын мүйізіндей бұғылардың. Идахмет ағамның шаңырағына, содан кейін асықпай бұрылармын.
айтайын ең болмаса ырымның түсінбейді сырын әркім. Ауылына ақындар келіп жатса, артпаса азаймайды құны нардың. Сен болсаң Әлияға апарам деп, әңгімені қай жаққа бұрып алдың. Қалай қатар тұрамын лелеңменен, мен ислам дінінен ілім алдым. Уақытыммен ұрлаған бақытымды қасында тұра алмаймын ұрылардың. Ұрылардың қасына тарта бермей, ауылына апарсай ұлылардың. Рүстем осыншама әпендемек, қателігін алмайтын қаперге көп. Әкең деп кеттің ғой ағаңызға, айтсыңды көруге әкең керек. Әкең аузы дуалы жан еді ғой. Сүйенетін ақалмен мәтелге көп. Сол әкеңнен ұялып тұрғаным ай, әйтпесе шығаратын қатең көбек. Әкең саған немене айтпаған ба? Асыңды тікпесей деп қатерге көп. Тамақ жейтін жеріңе әкелсең де, таяқ жейтін жеріңе әкелме деп әкел. Ақсуат жіберген ау шауып келді, жаныңды су алғанша сауып келді. Сен болсаң әкең дертім мәз боп келдің. Қарсыластың аузын жауып берді. Әкең сенің айтыстың ақтан керек, аламанда жүретін шауып дерді. Сол әкеңе Рүстем айтпайсың ба, Иранға дұрыс теңеу тауып берді. Қырыққа кеп қалдың ғой ақымақ ау, қашан беріп қасыңа бағыт бермек. Әкең саған әлі де сенбейді ау деп, әйтпесе жатар едік барып келді. Анамда сенбеген соң жіберген ау, аламды аман есен алып келді. Мінгізген тіршіліктің қайығына, әкенің жанашымас қайығына. Әкесі бар адамдар екеуміздей бармайды көп адам көп нәрсенің байыбына. Әкемді ертіп келдім деп отырған Ироштың ию-қию ойынына. Қазыдағы ағалар да бала болып әкесінің жатқан ғой қойынына. Шіркін ай тірі болса деп отырау, көтеріп жүрер едім мойыныма. Тірі әкемді қасыма ертіп жүрсің, бұл сонда Рүстемнің айыбы ма? Қазақты зорбағымен өлсек дейтін, арымды балаларға берсек дейтін. Әкеңмен әкеңдеп әкіреңдеп отсың дейді, жөнің жоқ жұрттан бөлсек дейтін. Құлынымның шапқанын көрейін деп, әке барма алысқа жол шетпейтін. Ата-анамның арманы баласының қызығын көріп барып өлсек дейтін. Мен саған не жазып ем өскеменде, әкеме қызығымды көрсетпейтін айтайын. Өтініші аяқсыз қалмасын деп, Алтайдың аспанында самғасын деп, оралман емессің, сен айтсын, бауырыма басам сені қандасың деп. Төр Алтайдың төрінде қадыртайын, жаздыгін жол көрсетіп жолдасың боп. Талтыгін, тасыгын деп жататығын топырағында болса да қорғасың көп. Ондай тұмса табиғат көрмедім ау, жарталеннің жүрсеңде алмасын деп, сарғайған жапырақтай сенің өзің, жеті күнде айтасың, жапсасың болмай.
айтқан пікірлерін, нүкте түгіл үкілеп үтірлерін, қалаған қаламмен қамтып жазған Алтайдың тауын тасын бүкіл жерін. Кейінгені 90 тойлап жатыр, кері сөйлеп жөнделмас күпінгенім. Қалиханның көшесін көріп қайттым, қалаға келіп бір іс бітіргенім. Романдай ұзын көше емес екен, әңгімедей шәп-шағын бүтіндерім. Әрекелді деп аузым толмаса да, ерінімнің үшімен шүкір дедім. Оның да орны толар сол кездегі, бұйырса 100 жылдығын күтудемін айғаяға. Адам қандай алмайды ата-анасын, ал бірақ аға таңдап өте аласың. Дейді Ахметтің оқып ем бір газеттен, қалаған жайлы мөлдір мақаласын. Тұңғыш рет көргенде Алматыда Алтайлық ауылдасын аталасын. Алғашқы әңгімесін сынатыпты, Аққабаның толқыны аталатын. Шығармасын аяусыз шимайлапты, қалаған секілді бір қатал әкім. Шылыны тепкіш бас шын жазушының егемеген сәтінде баталатын. Сол шимайдың арқасы дейді ағамыз, мен алсам қара сөздің маталатын. Айырылмас ағаны боп жүк жазбапты, қаламгерлер атайтын қатаратын. Дәл осы дейді ағам ғой ағатайын, арқалап Алтайына апаратын. Жарты сағат жырлар ен дейді Ахметті, уақыт деген төреші қатал әкім. Кішкентай мақаладан сезіндім мен, кішіге деген аға шапағатын. Енді қайдан көрермін дәл осындай, алғаусыз ағанының махаббатын айғаяғы. Алтайдың жырласын деп мақтауқтарын, қарашы үш жайсаңды жұп ұлғанын. 10 шумақ жырарынар ем Оралханға, сөз деген дерті менде жоқ тұрғамын. Жымдастырып айтпасам Қалихан мен жалықтырып алармын жұрттың бәрін. Сол дидағам жазады Оралханның, аралығында ақ сөйлеп тік тұрғанын. Қалиханның тілінен сезем депті, қазақы қалжыңменен сүттің дәмін. Алдына қара салмас жүйрік деген, суреттесе табиғат жақпалдарын. Оралханда Қалихан дейді Ахметте, мекендеп жатыр мәңгі құтқындағын. Жылылық аямаған бір-бірімен, ұлылық сол шығар деп ұқтым мәнін. Суық сөз айталама бір-біріне, суын бірге ішкендер бұқтырманың айғаяғы. Сорпадай өн бойыңа сіңетұғын, әзілді ұнатады бір-екінің. Көлі жайлы бекер сөз қозғаған жоқ, ақылем айналып кебілетұғын. Ерекше тілек айта мейлге қазір, көрерменнің көңілесіп күлетұғын. Әртүрлі көліктерге ұқсатамын, адамның бар ғұмырын сүретұғын. Бала кезің секілді жеңіл көлік, марпен шауып келдемін етұғын. Жігіттік шақ ұқсайды самолетке, аспанда бақша бұлтты тілетұғын. Ұшып қонып әртүрлі әуежайда үйлі қонбай кетесін бір етұғын. Қырықта автобусқа айналасын, қай жерде тоқтайтынын білетұғын. 50-ден соң ұқсайсың, 50-ден соң тәртіпті жан боласың, пойыздай уақытымен жүретұғын. 90-нан соң ұқсайсың трамвайға, шал-шалқан кемпір сабыр білетұғын. Ажал деген метроға отырасың, сәттесі жер астына келетұғын. Мінеки өмірге деген қызық жол бар, ардашымда жасыл мен қызылдар бар. Трамвайлы қалаға тірейтінім, қарты бар, жасамысы қызылдар бар. Біреудің соқ бітпей, қақ бітпей, бәріне нәсіп болсын түзіп жандар. 100-ге дейін метроға мінбейтіндей, жүрек мотор сыр беріп бұзылмаңдар айғаяға. Алтын аман болса көгімдегі, алтын дәннің өлтірмес өнімдері. Бәйтеректі білмейтін қазақ бар ма Ақорда Астананың төріндегі? Әр қала әр ауылға бәйтерек сап, бір кезде қызық нәпсі дәуірледі. Жарқыраған символын Астананың алаңдарға орнаттық өмірдегі.
Осында да бар еді бір бәйтерек, осы жол көзіме көрінбеді. Айналайын досыма мейрамға көрдім деп байқатарым оның мені. Сыйласып өткізейік бұл жалғанды, ыстық сөзді аямай көңілдегі. Бүгін бар ертең жоқпыз бәйтерекке, бес күндік қонақпыз ғой өмірдегі. Бізге солай ақпарат береді ме? Үрістен мына жайды енеді ме? Бәйтерегі жоқ екен деп жатып, бәйтерегі жоғалып кетіпті дейді. Сүйенсек, үрістеннің керегіне алса алып тастағаны дұрыс болды. Тереңірек үңілсек себебіне. Қалиқандай тұрғанда бәйтерегі, жасанды бәйтеректің керегіне. Қалиқан адам еді еңбек ерен, ел құрметін байқадық ерге деген. Нақты айтайық тақырыпты, өтірік жараспайды тербелеген. Онда шығуға болады, астыға сіз. Бір суретті, бір қайыңды 5 сағат суреттейтін, тұрсын жұртбай кеудесін көмне деген. 40 метр қайыңы былай тұрсын, сантиметр шөбінде терне деген. Екі аяқты энциклопедия деп, Ермановта бағасын берген ерен. Сол адамыз өмірден өтерінде, туған жерге әкеліп жерле деген. Ол оның махаббаты елге деген, ол оның махаббаты жерге деген. Ең бірінші орынға елім қойған, ең бақытты адам мен сен не деген. Сақтаған дәстүрімен салтын аман, өздеріңдей болсыншы халқым аман. Шығыстағы батыс шекарада отырған батыр елсің, ел үшін шегінбеген жартық адам. Атқан күнді шығарған батасымен, болсыншы қариямен қартым аман. Қоштасақ осыменен қоштасайық, ренжісің жоқ шығар шалқымаған. Берілген тақырыпты ел алдында, ұзақтау жараспайды талқылаған. Бағана алтын адам демек мені, мақтауға құрмақтауға дұрыс емес, дұрыс па ұмытмаған. Алтын адам айтайын кім екенін, алдыңдағы отырған елді айтамын, біздерден болмысы да артық адам. Алтын адам дегеннің қалиқан ғой, асау өзен секілді арқыраған. Алтын адам дегенің Оралхан мен Идахмет ағам ғой, Идахмет секілді марқұм ағам. Алтын адам дегенің алдыңдағы шырайы шыққан күндей жарқыраған. Осындай асылдарды туған елдің әрқайсысы мен үшін алтын адам. Таяған естейін тұяғымды, әкеме арнайым дейді күйәнімді. Қызығымды көрсетсем болмаймады, өтірік айта берме қиялымды. Көрсетсең қызығыңды көрсете бер, маған бірақ тигізбе зияныңды. Құрметті ардақтағайын, осы қабылан қабысқандай екі ақын бір-бірімен мақтаудасып, жақсы айтыс шығарды ойлаймын. Алқалы әлеумет бұл айтысты бастаған Абай ауылынан келген адуынды